Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім. Есімім Ұлбосын Леспекқызы, кардиолог-диагноз дәрігер. Бүгін сіздерге ең маңызды тақырыптардың бірі калий минералы туралы талқылайтын боламын. Калий ол ең маңызды, әсіресе осы жүректің ырғағының дұрыстығына жауап беретін минерал болып табылады. Жүрек бүгінгі видеода калийдің жүрек ырғағының дұрыстығына қаншалықты маңызды екенін және калийдің қанның құрамында төмендеу кезіндегі себептер мен жоғарылау кезіндегі себептер туралы айтатын боламын. Қандай адамдарға калийдің қандағы құрамын үнемі бақылауда ұстау керектігі туралы айтатын боламын. Видеоның соңына қарай қандай тағамдарда калий жиі кездеседі, калийдің тәуліктік мөлшерінің қанша болатынын айтатын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздерге ақпарат пайдалы болады деген үміттемін. Менің каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп алыңыздар. Бұрын менде калийдан бөлек магнийге байланысты тақырыпты қозғаған болатынмын. Оның ссылкасын жоғары жаққа қалдырып кетемін. Сол жерден көріп, қосымша магний туралы ақпаратты да алсаңыздар болады. Қалыпты жағдайда қандағы калийдің мөлшері 3-5, 5-5 миллимоль на литр болу керек. Енді әртүрлі лабораториялар әртүрлі өздерінің көрсеткіштерін беріп отырады, ал орта есеппен 3-5, 5-5 миллимоль на литрді ұстап тұру керек. Бұл қандағы калийдің мөлшері. Ал жасуша ішінде калийдің мөлшері одан да көп. Яғни одан 10 есе көп болады. Неге десеңіз, калийдің негізгі қызметі ол электролиттердің қозғалуына, электр импульсінің пайда болуына және жүрек бұлшықетінің жиырылуына қатысады. Сондықтан калийдің ең маңызды қызметтерінің бірі жүрек ырғағының жұмысын реттеуге қатысады. Қандағы калийдің мөлшеріне қарап калийдің жетіспеушілігін анықтауға болады. Жүрек ырғағының бұзылыстары қарыншалық экстрасистолиясы. Бұл қарыншалық экстрасистолия қалыпты жағдайда белгілі бір ғана мөлшерде болса, ал калий тапшылығы кезінде экстрасистолияның саны артады. Науқас өзінде жүрегінің дұрыс емес соққандығы анықталып, өзін жайсыз сезінеді. Сонымен қатар жүрекшенің дірілдеуі, фибрилляция предсердия деген жүрек ырғағының бұзылыстарында да осындай ұстамалар пайда болады. Сондықтан калий тапшылығы болып жатқан жағдайда осы аритмиялар болғандықтан біз қосымша калий препараттарын қолдануымыз керек. Калийдің деңгейін тұрақты түрде бақылап отыруымыз керек. Калий тапшылығы бұл аритмиялардың негізгі себебі болып есептелмейді. Сондықтан негізгі себебін анықтап, бұл қосымша себебі ретінде калийдің деңгейін анықтап отыруымыз керек. Ал енді калийдің қанның құрамындағы жоғары болу өте сирек кездеседі. Көбінде калийдің мөлшері 6-дан жоғары, 6-7 миллимольдан жоғары болған жағдайда, бұндай жағдайда жүрек тоқтап қалуы мүмкін. Сондықтан бұндай өте сирек кездесіп жатады. Негізі калийдің көп болуы қандағы ол бүйрек жетіспеушілігінде байқалады. Калий жетіспеушілігінің тағы да бір маңызды себебі ол зәр айдағыш препараттардың әсерінен. Зәр айдағыш препараттар өзінде қанша науқастарға тағайындап жүрмін, байқап та жүрмін. Басқа да кардиологтар менімен келіседі деген ойдамын. Өйткені зәр айдағыш препараттардың көбі зәрмен бірге сұйықтықпен қатар калий, магний, басқа да микроэлементтерді сыртқа шығарады. Зәр айдағыш препараттардың ішінде верашпирон, спиринолактон группасынан және эпилеренон, осылар калийді сақтаушы зәр айдағыш препараттар болып есептеледі. Бұлардан басқа барлық зәр айдағыш препараттар ол калийдің азаюына
септігін тигізеді. Бірақ соңғы зерттеулердің қорытындысы бойынша осы зәр-айдағыш препараттардың аз ғана мөлшері және тұрақты түрде ағзамызға калийге бай тағамдарды пайдалану арқасында біз калийді қалыпты жағдайда ұстап тұра аламыз. Калийдің қандағы мөлшерінің тапшылығы көбінде жедел жағдайларда және созылмалы жағдайларда болады. Жедел жағдайлар ол тамақпен улану кезінде науқаста құсу, іш өту симптомдары болған кезде сұйықтық пен минералдар қосымша шығып отырады. Калий тапшылығына алып келеді. Бұндай жағдайда регидрон, осы сияқты препараттар жақсы көмектеседі. Ал созылмалы жағдайда ішектің сіңіру бұзылыстарында, яғни ол крон ауруларында, не спецификалық ойық жара колиті, вертикулит, осындай ауруларда созылмалы калий тапшылығы пайда болады. Тағы да калий тапшылығының бір себебі көп тершеңдік, көп терлегіштік. Әсіресе ол спортшыларда, кәсіби спортпен айналысатын спортшыларда көп терлейді. Сол термен қатар сұйықтық пен минералдар ағзадан шығып отырады. Сондықтан оны қалпына келтіру үшін спортшылар, әсіресе мынау жүгірушілер, жаяу жүгірушілер, олар қосымша минералдар мен сұйықтықтар ішіп отырады. Солай организмдегі калий тапшылығын қалпына келтіріп отырады. Калий тапшылығының тағы бір себебі ол моншаға түсуді жақсы көретін. Әсіресе пары бар моншаға түсіп, терін шығарып, сол термен бірге калийдің басқа да минералдар шығады. Сондықтан да моншаны жақсы көретін науқастарда калий тапшылығын тексеріп отыру керек. Тағы да бір маңызды калийдің төмендеуі ол стресстік жағдайларда. Стресстік жағдайлар кезінде ағзада химиялық процестер болып жатады. Сонда калийдің мөлшері көп жаратылады. Сондықтан калий тапшылығы пайда болуы мүмкін. Стресстік жағдайлар көптеген аурулардың қозуына және ұстамаларының ұстауына алып келеді. Мысалы, фибрилляция предсердияның бір стресстік жағдайдан кейін, егер ол пациентте фибрилляция предсердиясы бар болса, ол пациенттің ұстамасы ұстап қалу қаупі жоғары. Тағы бір маңызды себебінің бірі калий тапшылығының ол тағаммен толық қанды түспеуі. Күнделікті күнде бізге калий тағам арқылы да түсіп отыру керек. Сондықтан дұрыс рационалды тамақтану арқылы калийдің деңгейін анықтап отыра аламыз. Қалыпты жағдайда әйел адамдар мен ер адамдардың калийдің тұтыну мөлшері әртүрлі болады. Тәулігіне ер адамдарда 3700 миллиграмм тұтынатын болса, әйел адамдарда 2600 миллиграмм тұтыну керек. Енді сіздерге қандай тағамдарда калий көбірек кездеседі, сол туралы айтатын боламын. Бірінші орында ол біздің барлығымыз сүйіп жейтін ол курага. Курага, қазақша айтқанда, сары өрікті кептірілген түрі. Осы курагада басқа жемістерге қарағанда калийдің мөлшері өте көп екен. 100 грамм курагада 700 миллиграмм. Кураганың құрамында калийден бөлек көмірсулар да болады. Кептірілген сары өріктен бөлек мейіз, банан, шөптер, аскөктер, әсіресе жасымықта көп болады калий. Осыларды қолданған кезде калий деңгейін көтеруге болады. Сонымен қатар бізде картопты пешке пісіріп, арнайы табаға салып пешке пісірілген картоптарда калий деңгейі жоғары болады. Сонымен қатар ас бұршақтарда, қарақұмықта калий деңгейі жоғары болады. Осындай тағамдарды рационалды түрде тамақтанатын болсақ, біз күнделікті күнде
калийдің деңгейін қалпына келтіріп, жағдайымыз жақсара түсетін болады. Кімдерге калий деңгейін анализ арқылы тексеріп отыру керек? Бірінші, ол гипертониктерде. Олар қан қысымы жоғары науқастар. Қан қысымы жоғары науқастарда жоғарыда атап айтқандай зәр айдағыш препараттар қосымша беріледі. Сол кезде калийдің мөлшері азаюы мүмкін. Сондықтан калийдің құрамын тұрақты түрде тексеріп отыру керек. Сонымен қатар аритмиясы бар пациенттерде жүрек ырғағының бұзылыстары, қарыншалық экстрасистолия, фибрилляция процестерде, жүрекшенің жыпылықтауы кезінде міндетті түрде қандағы калийдің мөлшерін анықтап отыруымыз керек. Аритмияларда қандағы калийдің мөлшері 3-5, 5-5 миллимоль на литр аралығында ұстап тұруымыз керек. Сонымен қатар дұрыс тамақтануымыз, калийға бай тамақтарды пайдалануымыз керек. Жүректің органикалық патологияларында, әсіресе жүректің ишемиялық ауруларында, созылмалы жүрек жетіспеушілігінде қандағы калийдің деңгейін анықтап отыруымыз керек. Қандағы калийдің мөлшері 4-5, 5-5 миллимоль на литр аралығында болу керек. Менің видеом сіздерге түсінікті болды деген үміттемін. Бүгінгі тақырыпты қорытындылайтын болсақ, калий жетіспеушілігі кезінде тамақтануымызды дұрыстап, калийі бар тағамдарды рационымызға қосуымыз керек. Әсіресе гипертониктерде және аритмиясы бар науқастарда, стресстік ситуацияларға көп түсетін науқастарда осы калийдің деңгейін қалыпты ұстап тұру үшін дұрыс тамақтанып, калийдің деңгейін тексеріп, дәрігерге қаралу керек. Менің ақпаратым сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Сұрақтарыңыз пайда болып жатса, төменге комментарияға жазыңыздар. Ақпаратым ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша аман болыңыздар.